Саламатсыздар ма көрермендерім? Қант диабетіне пайдалы халық емін білесіз бе? Бүгінгі видеом осы сұраққа жауап болмақ. Келесі видеом қалампырдың емдік қасиеттері туралы болады. Алдымен денсаулыққа пайдалы қызықты видеоларымды өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыз. Ескерту: халық емін қолданбас бұрын міндетті түрде дәрігермен кеңесіп алыңыз. Қант диабетіне қант мөлшерін бір күнде қалпына келтіретін ем бар. Қант диабетінен зардап шегіп жүрген жандарға дәрі ішпей-ақ қант мөлшерін қалпына келтіретін халықтық ем түрлері бар. Диабет қанда қант мөлшерінің көбейіп кетуінен пайда болатын дерт. Бұл аурумен жас та, кәрі де ауырады. Әсіресе жасөспірім кездегі диабет ауруы өте ауыр өтеді. Қант диабетінің белгілері: шөлдеу, науқас тәулігіне 3,5 литр одан да көп су ішуі мүмкін. Кіші дәретке жиі шығу, күндіз де түнде де. Ауыздың құрғауы, әлсіздік, тәбеттің күшті болуы, терінің қышуы, әйелдерде жыныс мүшелерінің жан-жағы, ұйқының қанбауы, ұйқыдан шаршап тұру, жараның ұзақ уақыт жазылмауы, тез салмақ тастау немесе тым көп салмақ қосу. Осындай белгілерді байқасаңыз, дереу дәрігерге тексеріліңіз. Аурудың асқынуына жол бермеңіз. Күнде көкөністен дайындалған салат жеуді әдетке айналдырыңыз. Салатқа 1 шай қасық қыша немесе қыша майын араластыруды ұмытпаңыз. 200 грамм емен жаңғағын қабығынан тазартып, жақсылап кептіріңіз. Сосын мұқият ұнтақтап алып, тамақтанудан алдын 1 шай қасықтан қабылдайсыз. 100 мл қайнаған суға 5 дана кептірілген лавр жапырағын салып, бетін жауып қойыңыз. Бір тәуліктен соң тұнбаны сүзіп алып, 50 граммнан ішесіз. Емді тамақтанудан 20 минут бұрын жүргізу керек. 5 дана көк пияздың басын майдалап турайсыз. Оған 1 литр қайнаған жылы су құйып, тұндырып қоясыз. 12 сағаттан соң тұнбаны сүзіп алып, тамақтан алдын 4 ас қасық қабылдайсыз. Емді күніне 2 рет жүргізу керек. 1 дана шикі жұмыртқаны жарып ыдысқа саласыз. Үстіне 1 дана лимон шырынын қосу керек. Сосын жақсылап көпіршітіп алып, аш қарынға ішесіз. Артынан 1 сағатқа дейін ештеңе ішіп жеуге болмайды. Бұл ем қант мөлшерін 3-5 күнге дейін қалыпты ұстап тұрады. 2-ден 1 стакан сұлының үстіне 3 стакан қайнаған су құйып, ыдысымен ыстық суға саласыз. 15 минуттан соң тұнбаны сүзіп алып, 2-ден 1 стаканнан күніне 3-4 рет ішесіз. Емді тамақтан алдын жүргізу керек. Емделу мерзімі 30 күн. Бүгінгі видеом осындай. Видеом ұнаса лайк басып, пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.